Бәріне сәлем. Бүгін шайға тәтті не пісірсем екен деп ойланып отырып, холодильникте творог бар екені есіме түсіп кетіп, бірден сочник пісіруге кірісіп кеттім. Негізі сочникті бұрыннан пісіріп көргім келіп жүрген еді. Бүгін сәті түсті. Үйдегі бар қарапайым ингредиенттермен қамырын дайындап алдым. Қамырын дайындап жатқанда балама компот дайындап қояйын деп компотымды бір қайнатып алдым. Қамырына бір жұмыртқа, қант, 20% сметана, сары май, ұн және разрыхитель қосып, жұмсақ қамыр илеп аламын. Сосын дайын болған қамырды холодильникке 30 минутқа салып қоямыз. Салмасына творог, қант, кукурузный крахмал қосамыз. Сосын менде үйде ванилин бар екен, ванилин қосып жердім. Және жұмыртқаның ағын қосамыз, ал сарысын бетіне жаққанға алып қаламын. Сосын дайын болған қамырды бірдей бөліктерге бөліп, ішіне творог салмасын салып, дайын болғандарын формаға салып, 180 градусқа қыздырылған пешке 30 минутқа салып қоямын. Сол уақытта компотым да суыған екен, оны ыдысқа құйып аламын. Ал сочниктарым осылай қызарып, іші жұмсақ болып пісті.